Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода 2 минутта дайын болатын таңғы ас дайындайтын боламыз. Бұның аты гренки деп аталады. Ортасындағы сыры осындай созылып тұратын, сондай дәмді болып шығатын таңғы астардың бірі. Міндетті түрде видеоны соңынан дейін қарап лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Сондай керемет болып шығады, міндетті түрде көріңіздер. Ең алдымен достар, бізге кез келген булка нан болады. Мен осындай 4-1-шісін қолдандым. Лаваш қолдануға да болады, кез келгенін қолдана аласыздар. Мінекей осылай жатқызып, қақ ортасынан өстіп бөлеміз. Бірінші кескенін ең соңына дейін жеткізбейміз, екіншісін полностью осылай кесіп алатын боламыз. Түгелдей кесеміз. Егер де сіздер ортасына сыр салып пісіретін болсаңыздар, дәл осылай кескендеріңіз дұрыс. Мінекей біріншісін жеткізбей кесіп аламыз соңына дейін, ал екіншісін полностью осылай кесіп аламыз. Мінекей бірнешеуін өздеріңізге керектісін дайындап аламыз. Енді біздің барлығын салып, ортасына сырын үгітетін боламыз. Мінекей сырын осылай теркамыздан өткіземіз. Мінекей барлығын осылай дайындап, ортасына біздің жаңағы булка нанымыздың ортасына осылай салып шығатын боламыз. Мінекей өз қалауларынша саласыздар, көп салуға да болады. Қатты кесілмеген болса кішкене кесіп, тек қана шетін ғана қалдырып қоямыз. Мінекей барлығына осылай салып аламыз сырымыздан. Мінекей достар, барлығын дайындап алдық. Енді біздің сковородкамызға сары майдан салып, ертіп дайындап қоямыз. Енді таза табағымызға жұмыртқамызды саламыз. Мен осы 3 қана гренкиге осы 2 жұмыртқаны пайдаландым. 2 жұмыртқа жеткілікті, кішкене шым-шым тұз саламыз да, жақсылап шаншқымен араластырамыз. Мінекей біздің майымыз еріді. Осылай барлық жеріне жеткізіп, біздің нандымызды салатын боламыз. Таңғы асқа бұл өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Біз осылай таңғы асқа тезірек таңғы ас дайындау үшін дәл осылай пісіріп дайындап қоямын мен. Өте сүйікті асымыздың бірі десем де болады. Мінекей барлығын осылай аударып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Бізде нанымыз піскендіктен тек қана осы жұмыртқа піскенше ғана күтеміз, екі жағын қызартып. Енді екінші бетін аударғаннан кейін бетін қақпағын жауып пісіріп аламыз. Қақпағын жапқан себебіміз ортасындағы сыры еріп, езіліп тұру үшін. Мінекей барлығы дайын болды. Енді біздің табағымызға салып алатын боламыз. Майын сорғыту үшін кішкене қағаз сүлгінің үстіне қойсаңыздар да болады. Бұл енді сливочный май болғандықтан бұның дәмі сондай дәмді болады. Сол себепті мен сразу тарелкаға бірден салдым. Мінекей достар, біздің гренкиіміз бір пәсте дайын болды. 2 минутта дайын болатын біздің таңғы асымыз бұл. Өте сондай дәмді, өте жұмсақ болып піскен. Ортасын қараңыздар, сыры сондай созылып тұр, сырымен сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көруге кеңес беремін. Біздің отбасымызға өте қатты ұнайтын таңғы астардың бірі. Сондай жұмсақ, қараңыздар, керемет болып піскен. Осылай таңғы асты дайындап, бірден осылай 2 минутта дайындауға болады. Сіздермен болған Керенка Майра Құлан.